менеджер барлығыңыздерге қазіргі кездің негізгі мәселелерінің бірі қандай мамандық таңдау керектігі туралы баяндаймын. Мамандығын икеміне қарай таңдаған оқушылардың көбісі жоғары оқу орнын 85%-ға жақсы деген бағаға бітіріп шыққан. Оңы мен солын танып білмеген балалар мамандығын дәл таңдайды деп айтса, артық айтқандай болар еді. Сондықтан көбінесе жастар өз ата-аналарымен ақылдасып, белгілі бір шешімге келеді. Сондықтан мен сізге сұранысқа ие 3 мамандық түрін ұсынамын. Қазіргі кезде денсаулық бірінші орында. Адамдар бет пішінмен келбетіне үлкен мән береді. Сондықтан барлығы фитнес жаттықтырушының көмегіне жүгінеді. Фитнес жаттықтырушының денсаулыққа деген қатынасында алатын орны ерекше. Сондықтан барлық фитнес жаттықтырушылар адамның сыртқы келбетін қалай сақтауына, қалай болуына, қалай тұрақты болуына нұсқау бағдар беруші. Және де фитнес жаттықтырушы өзінің клиенттеріне физикалық тұрғыда үлгі модель болуы тиіс. Аспазшы. Аспаз деген өте жоғары дәрежелі мамандық. Бұл мамандықтың қиындығы сонда. Аспазды тек қана оқу арқылы игеріп кете алмайсыз. Оған адамның бойында осы керемет мамандыққа деген бейім, қызығушылығы және Алланың берген дарыны болуы керек. Тамақты жақсы дайындайтын маман барлық жерде қажет. Перзентханада, балалар үйінде, зауытта, қазіргі заманғы офис пен сәулетті мейманханаларда аспаз таптырмайтын мамандық. Мен аспаз мамандығын таңдағаным үшін ешбір өкінбеймін. Аспаз мамандығы бұл әлемдегі мамандықтардан ең кереметі. Аспаз болу бұл бір қуаныш сезімді білдіреді. Адамдарға ас дайындаған кезде бар жан дүниеңді салып дайындағанға не жетсін. Психология бүгінгі ғасырдың мамандығы. Қазіргі таңда кез келген мекеме психологты қажет етеді. Адамдар тығырыққа тіреліп, шырғалаңға түскен шақта қол ұшын беріп, дұрыс жол көрсете алатын білгір психолог маман болам деуші талапкерлер саны жылдан жылға көбеюде. Ал бұдан біраз жыл бұрын бұл мамандық беделді деп есептелмейтін. Тіптен сұранысқа көп ие бола бермейтін мамандықтар қатарында еді. Әлемде өз мамандығын ұнатпайтын және де өз мамандығында жұмыс істегісі келмейтін адамдар саны көп. Және де өз мамандығын сүйіп, оны бар ынтасымен жасайтын адамдар да аз емес. Сондықтан өміріңізде мамандығыңызды қателеспей таңдап, өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалауыңызға тілектеспіз.